Барлықтарыңызға сәлем достар, сіздердің назарларыңызда апта ньюс айдары. Сіздермен бірге мектеп ішінде болып жатқан жаңалықтармен бөлісіп отыратын боламыз. Осы апта басын оқуға құштар мектеп жобасының кел оқиық айдарының түсірілімімен бастадық. Мұнда оқушылар өздері оқыған кітап төңірегінде әңгімелейтін болады. Айта кетерлік, бұл жоба бізде аптасына бір рет тұрақты түрде шығып тұрады. Балалар, тәртіпсіздік жасап, заң бұзушы болмаңыздар. Оның салдары сізге ғана емес, сіздің ата-анаңызға да тиеді. Айта кетейік, 18 жасқа толмаған жасөспірімдерге кешкі сағат 11-ден кейін ата-анасыз немесе заңды өкілінсіз көшеде жүруге тыйым салынған. Осы да және басқа да тақырыптарға байланысты Қызылорда қаласының прокуратурасы облыстық жастар орталығының мамандарымен және де мектеп инспекторының қатысуымен кездесулер өтті. Мұқағали Мақатаев, Мұхтар Шақанов, Қадыр Мырзалиев. Поэзияға жаныңыз жақын ба? Мектеп парламенті сырдың ару қыздарының шығармашылық кешінде болды. Поэзиядан жақсы әсер алып, өлеңдермен сусындап қайтты. Театр оқушылардың көркем қабілеттіліктерін жетілдіріп қана қоймай, сонымен қатар олардың тұлға аралық қатынасқа, өнерге деген қызығушылықтарын арттырады. Мектепте ғажайып театр жобасы қарқынды жұмыс жасауда. Апта көлемінде коворкинг орталығында ағылшын тілінде Мақта қыз бен мысық және де Әбділда Тәжбаев кітапханасында 4 түліктің төлдері және балақай көрінісі сахналанды. Наурыз мейрамы Самарқанның көктасы еріп, күн мен түннің теңесіп, тіршілік атаулының барлығы жанданып, табиғаттың қайта тірейтін шағы. Осынау мереке қарсаңында 4-ші және де 6-шы сынып оқушылары Наурыз брейн-ринг сайысына қатысты. Мектеп кітапханашылары салт дәстүр туралы кітап көрмесін ортаға ұсынды. Сонымен қатар мектеп парламенті арнайы бір күнді қазақы ұлттық құндылықтарымызға арнап, әшекей бұйымдар тағып, қазақы нақыштағы киімдер киіп дараланды. 3-ші сынып оқушылары тұсаукесер, айтыс, бата беру, бесікке салу жөн жоралғыларын назарға ұсынды. Мектеп парламенті қала тұрғындарының қаншалықты салт дәстүрден хабардар екенін білу үшін сұрақ жауап айдарын ұйымдастырды. Құрметті оқушылар, алда көктемгі демалыс күндері. Демалыстарыңызды пайдалы өткізіп, келесі соңғы 90-ға жақсы көңіл күймен келулеріңізді тілеймін. Апта жақсы жаңалықтарға толы болсын.